Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге чак-чак рецебімен бөліскім келіп отыр. Бұл чак-чактың рецебі талай жылдар бойы қолданып келе жатқан, тексерістен өткен чак-чак рецебімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта чак-чагымыздың дұрыс бірігуі үшін, кескен кезде шашылып кетпеу үшін сироптың дұрыс дайындалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Жұмыртқамызды жарып, қант пен тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сүтімізді, майонезімізді, сары майымызды қосамыз. Және бұрынғы кездері арақ қосқан екен осы чак-чакқа. Мен енді арақ қоспаймын, орнына уксус пен сода қосатын боламын. Осылайынан гаситетіп алып, қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бірден қоспаймыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алдық. Біртіндеп жайлап қосып отырып, бірінші венчикпен араластырып алам, одан кейін қолмен илейтін боламын. Қамырыңызды өте жұмсақ қылмаңыз, өте қатты қылып илемеңіз. Қатты қылып илесеңіз, жаю өте қиын болады. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз дайын болды. Енді ыдысқа салып, бетін жауып, 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. 20 минут өтті. Дастарханымызға ұнымызды сеуіп, қамырымызды екіге бөліп, нанымызды тағы да күлшелеп, бетін жауып, орамалмен тағы да 10-15 минутқа қоямыз. 10-15 минут уақыт өтті. Енді қамырымызды жаямыз. Жақсылап жайып алғаннан кейін тағы да 10-15 минутқа бетін жауып, нанымызды біраз кептіріп аламыз. Қамырымызды өте жұқа қылып жаймаймыз. Алдағы уақытта видеода көрсетіледі жұқалығы. Қамырымыз осындай жұқалықта болу керек. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды кесіп дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға қамырымызды салып пісіріп аламыз. Әрдайым араластырып тұрыңыздар, сонда бір келкі болып піседі. Қатты күйдіріп жібермеңіздер. Алтын сары түстес болғанша осылай пісіріп аламыз. Енді суып тұрған чак-чагымызға құрғақ қоспаларды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бұл жерде осындай дәндерді қосуға міндетті емес, өзіңіздің қалауыңызға қарай, үйіңізде қандай дәндер бар, соны қосып жасай берсеңіз де болады. Енді чак-чагымызды салатын формамызды дайындап аламыз. Бұл жерде пергамент қағазын немесе пищевой пленка салсаңыздар да болады. Ыдысымызға балымыз бен қантымызды салып, ең бірінші үлкен отта бастаймыз. Қантымыз бен балымыз толық ерігенше, одан кейін орташа отқа басамыз. Жақсылап араластырып, одан кейін кіші отта
қайнатамыз. Сироптың дайын болғанын алдағы уақытта көрсетемін. Ол балға да байланысты. Міне қазір көрсетіп жатырмын. Міне суық суға тамызып жатырмын сиропымды. Осылай тамызған кезде түбінде моншақ тәріздес болып домаланып түседі. Егер де сиропымыз дайын болмаса, бұлай болмайды, сұйық болып тұрады судың түбінде. Сиропымыз дайын болғанда суымызды құямыз. Енді екінші нұсқасын көрсетемін. Осылай қолымызбен тексереміз. Осылай жіп тәріздес болу керек. Орысша айтқанда паутинка сияқты болған кезде сиропымыз дайын болды. Ыстықтай сиропымызды чак-чагымызға құйып, тез араластырып формамызға саламыз. Өйткені сиропымыз тез қатып қалады. Сол себепті бәрін тез істеуіміз керек. Енді чак-чагымызды формамызға салып, алдын ала су дайындап аламыз. Қолымызды суға салып отырып, чак-чагымызды жайып шығамыз формаға. Чак-чагымыз жақсы нығыздалу үшін осылай оқтаумен үстінен бір басып шықсақ болады. Чак-чагымыздың бетін жауып, сиропы қатқанша чак-чагымызды 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Чак-чагымыз дайын болды. Біздің чак-чагымыз сондай әдемі болып шығады, дәмді. Көбінде айтып атады, чак-чагымызда жаңағы бір-біріне бірікпей жатыр деп. Ол сиропты дұрыс дайындай алмағандықтан, мөлшерлерін дұрыс таңдамағандықтан солай дұрыс бірікпейтін болады. Міне көріп отырсыздар, жақсы кесіледі, шашылып кетпейді. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарий жазып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.